Саламатсыздар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде реалити шоуымыздың екінші күні, яғни екінші сабағы өтіп жатыр. Бүгінгі сабақтарда қатысушылардың үйренетіні SMM және де мобилография. SMM-де үйренетін сабағы аккаунтты дұрыс әзірлеу, безендіру, контент жасау және де Instagram арқылы рекламаны қалай алуға болатынын үйренеді. Ал мобилография сабағында телефон арқылы қалай дұрыс түсіру, монтаж жасау, цветокоррекция жасау және де айына кемінде 300-400 мың теңгені телефон арқылы қалай табуға болатынын үйрететін боламыз. Жалпы SMM туралы бар ма ақпарат? Не ол, не үшін керек? Instagram байланысты, да? Давайте сізге түсіндіріп кетейін. SMM бұл дейтін бізде әлеуметтік маркетинг. Былай айтқанда, сізде мысалы кәсіп болса, сіз осы кәсіпті Instagramға енгізіп, сол арқылы табыс таба алатын жол дейді. SMM Instagram арқылы табыс табу жолы. Қазір көбінесе Instagramды былай қолданады, олар дейтін өлең тыңдайды, какой-то бір жаман нәрсені қарайды, там тойды қарайды, олар просто білмейді то, что Instagram ол реально кәдімгі платформа, ақша табатын платформа. И сізге так қарау арқылы оларды байытып отыр. Просто мысалы қызығы оларды байытып отыр. Иә, сіз мысалы клиентті, допустим, мысалы былай алайық, сіз аспазсыз, да? Сізде Instagram бар. Сіз фото саласыз, текст жазасыз, Instagram бар, да? Бірақ та былай айтқанда пайда алып көрмейді ол. Миллион теңге алып көрмейді ол. Неге? Себебі? Мен ол Instagram'ды былай алғанда, ол жердегі архивке қалатын фотоальбом сияқты ғана пайдаланып жүрді да? Только фотоальбом. Жоқ, менде бар, бірақ мен саламын, сол жарышым, менде просмотрында клиент келмейді. Просто салып қойып, бағасын өздер. Қалай ойлайсыз неге? Білмеймін қалай өздері жолдарын білмеймін. Сол Видео, фото, да? Біз фотоны салған кезде де, астына жазған кезде де дұрыс нәрсе жазбаймыз ғой. Сендер сату арқылы сататын платформа деп тұрсың, платформаның қалай не жазу керек екенін түсінбейміз да. Әйтеуір ойымызға келген нәрсені жазып қоямыз, ұнаған суретімізді аламыз да салып қоямыз, соған өзіміз ризамыз ғой бұлай. Түсін. Инстаграмды безендіру керек, клиентке ұсынар алдында. Мысалы былай ғой, сіз, допустим, свидание барасыз, да? Допустим, айтайық, сіз боянасыз ғой, боянасыз ұнау үшін. Да? Ұнау үшін боянасыз, дайындаласыз. И солай клиентке үйстіп дайындалу керек. Инстаграмды безендіру керек. Безендіру вообще қалай істеу керек? Сізге түсіндіріп кетейін. Жазылып отыр ма? Кадрға кетеді ма етіп қой? Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз екінші күн болып жатыр. Қазір біз мобилографияны үйретіп жатырмыз. Біздің қатысушыларымызға ұнап жатыр деген ойдан. Бірінші енді сіздерге бұл сабақ өтпестен бұрын сіздер бірінші теорияны білу керексіздер. Міндетті түрде. Егер де бірден практика алып қоятын болса, бірден телефон монтаж жасаңыздар, түсінбей қаласыздар да, оның смысл жоқ. Сол үшін ең бірінші теория өтеміз. Теорияда бізде кез келген видео түсіру кезінде, видео болсын, фото болсын, любой художник, кез келген творчестволық жұмыстарда, даже дизайнердің жұмыстарда определенный заңдылықтар бар. Ол заңдылық барлық творчестволық жұмыста сақталады. То есть бәріне единый. Бізде телефондарымыз білеміз, андай тігінен болып келеді, және көлденең түсіреміз. Екі форматта түсіреміз, либо вертикально или горизонтально. Дұрыс па? Енді бізге осыны видеомызды дұрыс түсіру кезінде специальный раздел бар бізде. Ол композиция деп аталады. Композиция. Жазып алыңыздар. Композиция бұл сіздердің видеодағы тұрған объектілердің, яғни заттардың, адам болсын, любой жаңағындай бір торттарыңыз болса, любой затты видеода, кадрда
дұрыс орналастыруды білдіреді. Яғни осы композицияны сіздер білетін болсаңыздар, сіз түсіру кезінде уже видеоларыңыз даже монтаж жасап әдемі кадрға алынады. То есть мен түсірген барлық кадрлардың бәрінде мен именно осы композицияны қолданамын. Енді композицияның өзінің ішінде бірнеше ережелері бар. Оның ең біріншісі бізде үштік ереже дейді. Яғни бұл профессионалдық видео түсірудің ең бірінші қадамдары. Ол енді сіздер видеоларыңызды ашыңыздар, кәдімгідей камера ашыңыздар. Сол кезде сіздердің камераларыңызда андай линия пайда болды. Үштік ереже пайда болды. Яғни бұл сіздердің видеоларыңызды композицияны дұрыс алуға көмектеседі. Бұл болмаса ешқандай, даже любой, қазір бет камера мына жерін қарасаңыздар да, мына жақтың бәрі сетка бар, камералар бәрі сетка бар. Түсінікті ғой? То есть кез келген камера кино түсіру кезінде, клип түсіру кезінде, любой видео кезінде барлығында именно осы сетка қолданылады. Енді бұл сетканы не үшін қолданамыз? Мынау сетканың қиылысы мынау бірінші линия, екінші, үшінші, төртінші. Мынау қиылысқан жерлері бар осы жерде мына. Бұл қиылысқан жерлер бізде ключевой жерлері. Именно осы ключевой жерге біз өзіміздің заттарымызды қоямыз кадрға. Мысалы сіз мынаны түсетін болсаңыз, сіз мына жерге қою керексіз. Мына ортаға емес, мына жерге қою керек. Немесе мына жерге қойасыз, немесе мына жерге қоясыз. Но уже ол зависимости ракурсқа байланысты болады. Түсіндік қой? Мысалы сіз адамды түсіру кезінде былай түсетін болсаңыз, горизонтально, онда адамның басын былай аласыз. Шетке аласыз. Түсіндік қой? Ортаға керек емес. Біздің камерамызда кәдімгідей тура адамның көзі сияқты камераны біздің ученыйлар ойлап тапқан. Адамның көзі сияқты. Яғни бұлда да кәдімгідей фокустар бар. Фокусировка бар. Мысалы, тақта қалай болып тұр? Қараңыздар, бұлың көреді, тақта көрініп тұр, кішкене мынаны былай қойық. Так. Тақта бұлыңғыр болып тұр. Егер мен бет басатын болсам, тақта мен анық болады да, бұлыңғыр менде өріш көкет көрдіңіздер ғой? Байқадыңыздар ма? То есть осы екі функция арқылы сіздер уже предметті сөйге түсіру басында кәдімдей профессионально түсіресіздер. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding the road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen they effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10-2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip, got old problems with the friends new. Yeah, I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Yeah.